Тамаша. Байғыз қобдишаны сенімді қолға тапсырып келдім. Ешқандай оғаш оқиғалар болған жоқ па? Бір жағдай болды, түсіндірудің өзі қиын. Не болып қалды? Төтенше жағдай ма? Локи тағы да қобдишаны ұрлап кетті деп айта көрмеші? Жоқ, біз Локиді жауыздығы жағынан шектен шығып барады деп ойлап тұрмыз. Біз деп айтылғанмен маған қатысы жоқ. Деректерге сүйенейік. Тони, кесіртке шабуылдың видео жазбасы өзіңде ме? Иә, Джарвис. Белгісіз мақұл қалада ойран салды. Оның дене тұрқы мен күш қуатына қарамастан біз оңай жеңіске жеттік. Тіпті оңай жеңдік. Тор екеуміздің ойымызша, оның ойынша, ал мен күдіктеніп тұрмын. Локи осылайша Асгардта жасамақ болған алаяқтығынан біздің назарымызды жаударып жүрген сияқты. Солай деп ойлаймыз. Тор, бұл алаяқтықтан гөрі әзілге көбірек ұқсайды. Локи біреудің басына сыйақы тігіп, оған іздеу жариялапты. Оның айтуынша, бұл қылмыскердің лақап аты көп екен. Асгардта оны Йолнир деп, ал мұнда Санта Клаус деп атайды екен. Солай. Санта дейме? Қып-қызыл киім киген бөшкеде қарны бар шанасына бұғыларды жегіп алған адам ба? Бұғыларының мұрны жарық шашып тұра ма? Сантаға іздеу жариялаған ба? Күлкілі екен. Күлкілі емес пе? Тек Тор екеумізге ғана күлкілі ме? Қойыңдаршы күлкілі ғой. Несі күлкілі? Дұрыс айтады, несі күлкілі? Қалжыңды қоя тұрыңдар. Егер Локи Санта Клаусты тауып алатын болса, іс насырға шабады. Не дейсің? Джарвис, тек түсінбейтіндер үшін Сантаның дене тұрқын сипаттап берші. Қуана келсем. Оңайырақ болу үшін жер бетіндегі балалар санын 2 миллиард деп дөңгелектеп алайық. Әр отбасыға 3,5 баладан келеді екен. Демек, Сантаға бір күнде 571 миллион үйді аралап шығу керек болады. Сағат белдеуі мен жердің айналу шығынын ескеретін болсақ, онда 31 сағат болады. Сонда 5116 жарым үйді секундына 6507 шақырым жылдамдықпен аралайтын көрінеді. Бұл осылайша жылдамдығы. Осылай жетеді, Джарвис. Демек, ешқандай физика заңына бағынбайды екен.